Ассалаумалейкум көпшілік. Біздер трансмиттерлер жөнінде айтып жүк. Жалпы көп адамдар түсініксіз болмай жатқан сияқты. Жалпы шолу жасап кетейік трансмиттерлер жөнінде. Өзім осы зауытта жүргенде түрлі затты, температураны, деңгейді, қысымды және де ағынды өлшейтін, әртүрлі жолдармен өлшейтін байқадым. Сол осыған байланысты, пайдаланатын жеріне байланысты, климаттық жағдайға және де тұрбалардың әртүрлі дюймдарға байланысты, өлшемдеріне байланысты әртүрлі әдіс тәсілмен өлшейтін. Мысалы, ағынды 10 түрлі әдіспен өлшейтін білем. Деңгейді де солай қалтқылы, әртүрлі деңгейді де 7 түрлі әдіспен өлшейді. Соған байланысты датчиктер өзгере береді. Мысалы, мына 4 затты білген жақсы негізі. 4 этап бар. Технологиялық үрдіс, сосын сезімтал алғашқы элемент, түрлендіргіш және де автоматика орталық дейді. Сол осы 4 этап бойынша жүреді жалпы процесс. Жалпы қазақ тілінде оқыған адамдар болса, қадаға деп аударған екен қазақ тілінде. Ол негізі түрлендіргіш деген жақсы болатын, бұлар себебі дейтін. Датчик орысша, ағылшын әдебиетінде трансмиттер деп келеді. Біздер көбінде Emerson компаниясының трансмиттерлерін пайдаланамыз. Мысалы, сіздерге бір мысал келтіре кетейін. Мысалы, бұл TT температураның датчигі тұрған. Ол бұның түрлендіргіш сезімтал элементі, бұл термоэлемент. Технологиялық процесс ар жағында. Содан кейін осыдан шығып, орталыққа барады, сигнал жетеді. Бүгінше осы қысқаша.